Мына кітапханадағы заттардың кітаптар қызық екен. Ой, рахмет, от души кітапханашы. Так, тағы немен айналыссам болады? Кітап оқып шығып кетті. Мынадай супермаркет салды Дейлин. Өте керемет супермаркет. Бұл жерде де керек заттарымды алып жүрмін. Флоэс. Дейлин дос жатыр, осы сыртқа шығайын. Қаяқтан ау? Қаяқта? Қаяқтан айтып жатыр? Мына новый YouTube хаус салынып жатыр, кстати, достар өз. Флоэс. Мына Дейлин қайдан айқайлап жатыр? Вообще таба алмай жатыр. Қайда жүр мынау? Ей, артындамын. Не? Артында жоқ. О, Дейлин, қалайсың? Чё там? Мен короче саған бір әңгіме бар. Не әңгіме? Айта бер. Мен қалаға кетіп бара жатыр едім, сол деген магазинге YouTube қалса қарап қойшы, короче деген. Скоро 100 мың подписчик соған анау мынау заттар алып келейін ертең, стрим жасайтын болсам. Давай. Қалаға дейсің ғой, да? Иә, қазір мен онда барып келе берейін, қарап қой главный. Давай, болды. Айтпақшы, достар, Дейлинде 100 мың подписчикке чуть-чуть қалған екен ғой. Оғанда бір қаладан келмейші бір сюрприз істесем екен, Не істеуге болады, бірақ ашық ойланып көрейікші, не істеуге болады біздің ауылда өз. Дейлин өз кетіп баратыр. Так, YouTube хаусты көрмегендер болса бір кіріп шығайықшы, не? Оған идея табу керек. Мынадай үлкен қылып салып жатыр, достар, енді көріп тұрғандар әдемі болып жатыр, мына жерден жоғарыға шығатын қылады. Мынау душ, как всегда, андай. Так, кстати, достар, Дейлиннің скинінен үлкен Дейлин салсамшы, мына жетелдің басындай дәу қылып. Осындай қылып дәу қылып салсамшы, Дейлиннің скинінен үлкен мынандай здание. Дейлинге точно алу керек. Так, онда мен сөйтейін о Дейлинге салуға. Мына жер как раз бос жатыр, достар. Осы жерге әдемі қылып салсақ болады, по идее бар ғой. Так, енді Дейлиннің скинін кішкене еске түсіріп алу керек бірінші. Өзім скинім енді әдемірек деп па. Дейлиндікі әдемірек па, конечно. Так, енді керек заттарымызды алып аламыз бірінші. Өзімізге креатив бар, әйтеуір әдемі қылып салуға барлық ресурс жетеді, достар. Так, керек блоктардың барлығын алып шығатын болам. Таңертеңнен бері Дейлинді осылай салып бітірдім. Көріп тұрғандарыңызды міне әдемі болып шығардым. Өте көп уақыт кетті. Дейлинді еске түсіру керек. Осындай қылып шығардым. Так, енді ішіне әдемі зат салуымыз керек. Так, қай жақтан кірсем, артынан кіре қойын. Сындырып. Ё-майо. Ішін қараңыздар, достар. Так, бірінші мен ойыма келген идея ол бас жағында. Осы жерде. Так, қазір көрсететін маған қандай идея. Мына жерге өйстіп әдемі телевизор қоям. Екі көздің ортасына, мына жерге орындықтар қоям да, мына жердегі әдемі свечаларды қоя салам. Так, достар, әдемі телевизор таптым, астына осылай қойдым. Осы жерге дивандарды қойдым, әдемілеп, саттарды жақтым. Так, енді тағы бірдеңелер добавить етіп көрейік. Әдемілікке қосатын не бар мына жерде? Так, қарайық. Тейбл ламптан екі жағына қойып қоямыз өйтіп. Мынау кішкентай екен. Үлкендеуін қарап көрейін қазір. Так, достар, енді осылай әдемілеп қойдым. Простенький әдемі сияқты. Мен вообще телевизорды қосып қоятын қазір келген кезде Дейлин. Ойбай. Короче, осылай әдемі болып тұр. Өзіме ұнап тұр. Так, енді асты жақтарын істеу керек. Қазір астын сындыратын боламыз. Ойбай, құлап кеттім. Мына жерге осылай тұра берсін. Пока осылай тұра берсін, көрінетін болды. Ой, мына жерді жаппаппын ғой мен. Так, жау жерге салайын мына жерді. Так, енді мына жерге не салсақ кішкентай екен да, бірақ бірдеңе істеу керек бұл жерге. Не істеуге болады? Так, достар, онда осындай кішкентай мини зат істейтін боламыз. Комната. Мына жерге не қойсақ болады? Так, қарайық енді бұл жерге не қойып қойсақ болады? Қазір Дейлин немен айналысатын еді өзі? Ё-майо. Так, осылай отыратын орын қойып қояйық. Дейлин отырып осы жерде бірдеңе фичер дизайн. Компьютерлерін қояйын, кстати, осы жерге компьютер қоя салайын. Так, компьютерлерге екі ноутбук қоя салайын. Компьютер сыймайды мына жерге енді. Бүйтіп екі ноутбукты қоя салайық. Болды, әдемі, более-менее простой и әдемі сияқты, достар. Так, енді мына жер бұлай дұрыс емес, мына жақтан сындыру керек сияқты. Так, осылай қойайын. Так, осылай. Так, мына жерді жауып жіберейік. Ой, осылай жауып қояйық. Мына жерден кіретіндей қылайық, примерно. Так, бұл жерге лестница қоятын достар. Әдемі зат істеуге келмейді бұл жерде. Лестница қоя салған дұрыс сияқты. Так, қайда лестница? Так,
Лестница қайда? А, вот лестница. Осылай көтеріле салады, мына жерде компьютер істеп болды да шаршады да келді дейін. Мысалы күте тұрмын. Ой, мына жерге қойылмай қалды. Келді. В общем, отырды, телевизор көрді от души. Видеосын қарады өзінің. Күліп алды от души. И түсет дальше видеосын жалғастыратын бат. Так, енді тағы бір комната істеп жүрек мына жерге. Так, ой, примерно осылай алайын. Барлық жер бірдей болып кетті, бірақ бар ғой. Чуть-чуть өзгерту керек. Так, нормально по идее. Мына жерден тағы лестница қоя салайын, түсуге. Әдемілеп. Так, енді мына жерге не қойсам болады? Ана жерге компьютер қойдым, оның үстіне развлечение телевизор қарайды. Мына жерге онда тамақ жейтіндей қылу керек шығар, по идее, достар. Так, спальня қояйын, достар, спальня. Так, спальня қоятын боламыз. Әдемі бір более-менее дейлинге келетін бар ма екен мына жерде? Так. Мына қоюлау көк цветті алып қойып көрейік. О, келеді екен, достар. Дәл келеді екен еще. Так, чуть-чуть бір свет жетпей тұр, мына жерге свет қою керек. Бір лампа жетеді, өшіре салады ұйықтайтын кезінде. Так, мына жерде жүру невозможно, жалпы, бірақ сонда да енді болады более-менее. О, әдемі, достар, қараңыздар. Маленький. Или мынаны арт жағына қойсам бекен. Жүр, үстіне қоя салайыншы. Короче, достар, осылай өзгерте салдым. Осылай дұрыс болатын сияқты, мына жерге қойып қойғаннан гөрі осылай қойған дұрыс сияқты. Так, осыны жаңағы жерге де қойайыншы, компьютер шұқылайтын жеріне де. Потому что мына жерде чуть-чуть жарық жетіспейді. Осылай қоя салайын. Мына алып тастайыншы. Или былай қоя салайын. Мынаны алып тастайын. Мынаны алып тастай қояйын. Так, осылай тұра берсінші, короче, нормально, достар. Осы жерде ұйықтайды. Ұйықтағаннан кейін жерге құлайды деп па? Лестница қоймаппын ғой тағы да. Қайда лестница? Так, лестница. Аха. Құлап кетіп жүрсе шынымен. Так, осы жерден ары қарай мынаны салайық қайттан. Так, осылай. Нормально. Так, дейлин ұйықтайтыны бар, жұмыс істейтін жері бар, кино қарайтын жері бар. И мына жерге по идее, достар, уже зат салу керек шығар. Тамақ жейтін жер керек қой, обязательно. Соны салайық онда. Так, кухняның заттары қайда? Кухняның. Достар, қараңыздаршы. Розовый цветінен орындық көп қойған сол дейлинге. Дейлинг шок болады, жақай кегенде. Бірақ өзінің скинінде более-менее розовый цветтер қолданылған. Так что нормально, достар. Как раз келетін сияқты мен ойымша. Наоборот. Мына жерге кәдімгідей бір-біріне тығылысып кетті, бірақ енді бары осы. Так, осылай экран қойып қояйық. Қолын жуып жейді ғой енді тамақты. Так, енді холодильник, кішкентай бір холодильник қоймасақ, а то мына жерде орны и так жетпей жатқанда жостко болып кетейін деп тұр ғой. Так, газ плита қою керек сияқты, по идее, бірдеңе пісіру үшін. Так, қайда? Аха, все. Газды қоямыз. Так, нормально, достар, осылай отырып, осы жерде бір тумбочка қоя салайық, дополнительно. Отырып, жеді, тамағын пісірді. Так, орындықпен затты ауыстыруға тұра кетті, достар, розовый қойғанға тағы не прикол ұстап тұрсың ба деп ойлап қалар. Осылай қоя салайық. Артқа қарап отырып жейді тамақты. Так, лестницаларды дальше қоямыз. Төменге түсет. И төменде не істесем болады? Төменде шығатын жер істегенде қылсақ болады, достар, негіз по идее. Шығатындай қылып. Енді мынадай үлкен лабиринт сияқты үлкен заттан шығатындай қылып. Так, тағы бір этаж қоса салайық. Бұл жерге енді не қойсақ болады? Ойлану керек екен прям. Кстати, дейлин тамақ кесіп түшу керек, шомылу керек. Ванны қояйық, короче. Ё-моё, ванны зорға сейін деп тұр мына жерге. Енді барынша істейміз. Более-менее келсе болды, әйтеуір шомылуға келсе болды. Так, унитаз қоямыз, ана жерге душты қоя саламыз. Қол жуатын жер... Блин, қол жуатын жер... Туалеттің астына қойып қоя салайық. Енді орын жоқ басқа, достар. Қоя салайық, более-менее келіп тұрған жер сол енді. И мына жерге есік добавить етейік.
иш ауырып шыққаннан кейін есік жоқ болса ана жерде ойбай иіс тарап кететін сияқты менің ойымша. Так что есік тұрған дұрыс болады. Дейлин қазір іш ауырып келіп шығып барлық жер сасып кетсе ойбай. Так, лестницаларды қоямыз, енді мына жерде енді главный вход істейтін саламыз. Так, осылай и төменге бір блоктар қояйық. Так, блоктарды қоямыз осылай, более-менее. Ой, өз ішіне кіріп жатқандай сезінетін шығар. Бір как будто өзің ішкі дүниесіне кіріп жатқандай болады. Әдемі шықты деп ойлаймыз, по идее барлық керек зат бар. YouTube қауыста тұрғанша осы жерде тұра салмаймын ба? Әдемі қылынады ау. Бірақ мына жер бір симайды да, Дейлин симайды. В принципе, бірақ нормально. В целом, мына жерге енді кірген жерде тұратын шкаф, сондай заттарға қояйық достар. Аяқ киімді қояды, анау мынау қояды, в общем, тұра берсін осы жерде осылар. Дейлинге удобство создавать етсек болды. Көтерілді, кірді, қолын жуды, тамағын жеді, барып ұйықтап алды, чуть-чуть содан кейін барып YouTube-ын түсірді. YouTube түсіріп шаршап кетті, келді, кино көрді. Әдемі сияқты достар, прям әдемі. Так, енді бұл жерге қосып алатын зат жоқ сияқты, басқа достар енді білмеймін не қосуға болатын. Так, енді Дейлин келген күту керек сияқты менің ойымша бар ма? Барлығын дайындап қойдым. Ё-моё, достар, кино көріп ұйықтап қалыппын ғой, уже таң атқан шығар. Ё, Дейлин келгенде болуы мүмкін. Келетін уақытта болып қалуы мүмкін, или түнімен келді ма? Білмеймін да ғой, мен ұйықтап қалдым. Ё, тезірек түсеміз. Сыртқа шығу керек, уже Дейлин келгенде. Айбой, мынау кім салып тастаған? Достар, Дейлин келді уже. Ё-моё, мен нормально, түрім нормально ма? Ойбай, қайда түрімді не істейді ол? Шығайын сыртқа. Қайда жүр Дейлин, қайда? О, Дейлин! Чё там? Не мынау? Сен ғой мынау? Ұқсай ма саған? Көріп тұрмын мен екенін. Короче, саған бұл подарок ретінде салдым десем де болады. Короче, 100 000 подписчикке арналған бір подаркым десем де болады менің. Кеше түні бойы салдым ғой. Сен что-то заттарға кеттім деп бүгін келдің ғой. Ұзақ алдың ғой деймін. Ой, жауып сатана. Жүр кеттік ішін көрсетейін, саған ішінде әдемілеп салдым, жүр. Ой, болма, менің іскейін салуым бар жол ғой. Түнімен ұйықтамадық осымен, жасысын телевизор көріп отырып ұйықтап қалыппын. Так, мынау кіретін жерің, кіргенде міне киіміңді ілесің, анау мынау аяқ киіміңді мында сала саласың. Так, жоғарға кеттік. Так, мына жер енді көріп тұрғанда ванный ғой, кәдімгі обычный ванный. Так, жоғарға кеттік дальше. Мына жерде тамақ жейсің, енді бір адамдық үйге келеді, маса екі адам болатын болсаң мына жерге сыймай қаласың өзі. Так, жоғарға кеттік. Мына жерде тамақ жеп болып әдемілеп ұйықтайсың ғой, короче. Тыныштықта бір өзің ешкім келіп пранк тықпайды, айшуақ жоқ. Ұйықтайсың от души. Так, мына жерде енді видеоңды түсіресің. Компьютеріңе жетпейді жер, бірақ ноутбукпен де арасында бірдеңе істерсің деген ниетпен қойып қойғаным ғой. Енді мына жер ең керемет жер менің ойымша. Келіп осы жерде диванда отырып от души кино көресің, короче. Ұйықтайсың ғой мына жерде. Ұйықтайсың. Мен жаңа осы жерде ұйықтап қалдым ғой, кстати, телевизор көріп жатырып. Ё-моё, қалай, ұнады ма жалпы? Дерске рахмет енді. Мықты, өте керемет сияқты менің ойымша. Осы сен басыңды салуға көп уақыт кетті ғой, мына басың бар ғой. Ё-моё, көзіңде ерекше цвет, қараш, маған қараш. Дәл сондай цвет қойыппын, қараңыз. Сенің қалатын болса, вообще қиналатын сияқты, өзіңе қара. Менің түрім бай. Сенкінен оңай сияқты, все равно бар ғой. Достар, короче, сыртқа шығайық, Дейлин сыртқа. Мынауын қалай шығып кеттің. Достар, көріп тұрғандарыңызда мынадай кереметті Дейлиннің скинін салдым, бұлай сырттан көрсетейін, мынаған қараңыздар. Ё-моё, достар. Дейлинге ұнады деген ойдамын, Дейлинді. Дерске ғой анау. Мықты қылып салған сияқтымыз, достар, енді. Видео ұнады деген ойдамын, және де мына үлкен зат ұнады деген ойдамын. Үйіма не деп айтсам болады, үлкен Дейлин үй. Короче, үлкен Дейлин үй, достар. Мынау жаңа YouTube хаус, кстати, көрмегендер болса. Так, видео ұнады деген ойдамын. Дейлинге точно ұнады. Өзінің жаңа үйі. Арасында кіріп тұрады жарсың да, Дейлин? Жатасың. Жатасың, ба? Так, достар, енді сіздермен болған мен Флэш, және де менің керемет досым Дейлин. Мындасың ба, давайте, достар. Давайте, короче.